Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз эндотоксиндер және экзотоксиндер болатын болып табылады. Бүгін осы тақырыпты ашып қараймыз. Бұл яғни бактериядағы токсиндер болып табылады. Эндо, экзо деп бөлінеді. Осыны қазір қарайтын боламыз. Ең бірінші біз эндотоксиндерге тоқталатын болсақ, бұл эндотоксиндер біздерде грамм теріс бактерияларда кездесетін болып табылады жалпы. Және оның себебі эндотоксиндер. Тек қана грамм терістерде кездеседі дедік қой. Негізгі себебі ол сыртқы мембранасының болуында. Ал бізде грамм 10 бактерияларда сыртқы мембрана болмайтын еді. Ода пептидгликанды қабат қалың болады деп айтатын едік, иә? Ал бұда жұқа болғандықтан бұда сыртқы мембрана болатын еді. Енді бізде ең маңызды осы сыртқы мембранада орналасқан эндотоксин бар осы грамм теріс бактерияларда. Бұны біздер ЛПС, яғни липополисахаридті айтатын болып табыламыз. Яғни бұл үш нүктеден тұрады. Бұны негізгі полисахарид деп атаймыз. Яғни негізгі полисахаридті бөлігі О антигеннен тұратын болып келеді. Мысалы ретінде осыны айтсақ болады. Және ода еще липид А. Липид Адан тұратын болып келеді жалпы осы үш нүктеден тұрады деп айтады ол ЛПС-ті. Одан кейін оның жалпы қалай жасалатынын айтайық. Жалпы ЛПС деген липополисахарид. Бұл бізде жаңағы хромосомалық днқ бар ғой, содан жасалады екен осы біздегі ЛПС. Енді жалпы кішігірім осы грамм теріс бактерияның кішкене құрылымына тоқталып кетейік. Жалпы енді ішкі бөлігінде ішкі мембранаға жақын рибосомалар, одан кейін ішкі мембрана фосфолипидті қабатты фосфолипидті қабаттан тұратын, яғни одан кейін пептидогликан, яғни бұны жасуша қабырғасы деп айтатын едік, иә? Немесе оны мурин деп атайды бактерияларда. Одан кейін сыртқы мембранасы ең маңызды бөліктердің бірі. Және осы жерде жаңағы ЛПС орналасқан липополисахарид. Яғни оның бөліктері қараймыз. Липид А, одан кейін негізгі полисахарид деп атайды. Осы жаңағы негізгі полисахарид осы негізі ЛПС. Осыны біріктірген міне мысалы бөліктер жаңағы липид А, мынау негізі ЛПС, мынау липид А. Одан кейін жаңағы негізгі полисахарид ЛПС. Одан кейін О антиген, міне көріп тұр ғой, біріктіп тұр осыған. Бұл О антиген бөлігі осы жаңағы. Енді жалпы осы липид А, О антиген, негізі полисахарид, жалпы осының не қасиеттері бар, қалай не істейтінін айтатын боламыз қазір былайша айтқанда. Енді сосын капсуласы болады, обязательно бұл грамм теріс бактериялардың. Негізі капсула ол кейбір бактериялар шашты қабат кездеседі деп айтатын едік, кейбір бактерияларда капсула кездеседі жалпы. Енді липид А, міне өзгеше нені көріп тұр ғой, фосфолипид, бұны липид А деп атаймыз. Яғни бұның негізі қызметі ол иммуногендік компоненттерді активтейді былайша айтқанда, иммундық клеткаларымызда жалпы айтқанда. Мысалы макрофагты активтейді. Макрофагты активтеу арқылы бізде міне цитокиндерді бөледі, бұны қазір кішкене кейін айтатын боламыз. Одан кейін қабынуды бастап тастайды былайша айтқанда. Қабыну басталады, комплементті жүйені активтеп жібереді. Мысалы комплементті жүйенің ішінде С1, С4, С5, С3 дегендер бар, иә? Осыларды активтейді екен. Енді кезекті липид А еще коагуляциядағы тінді факторларды активтейді екен. Именно ол сол қан ұю жүйесінде бізде фактор 3 деген бар. Сол фактор 3-ті активтеу арқылы қан ұюды бастап кетеді екен былайша айтқанда. Осындай қызметі бар екен липид А. Енді жаңағы біздегі макрофагты қалай активтейтін көрейік. Осы макрофагты мысалы бізде макрофаг жасушамыз, лейкоциттің бір типі жалпы. Осы макрофагты мысалы липид А макрофагқа барады, мысалы, например, немесе липид А, осы липид А барады да, мысалы Toll-like рецептор 4-ші тип, осыны айтамыз. Осыған барады, және CD14 биологына барады екен жаңағы біздің мынау липид А. И мынаны активтеп жүреді екен. И бұл активтенгеннен кейін не істейді бұл макрофаг? Макрофаг өзінен цитокиндерді бөле бастайды. Бұл цитокинді заттар, бешен заттар жалпы бұлар интерлейкин 1, интерлейкин 6, ТНФ альфа, НО, яғни азот оксид медиаторларын бөлуіне қатысады екен. Осы цитокиндердің түрлері осы интерлейкин 1, интерлейкин 6, ТНФ альфа, азот оксиді, және осылар, иә. Мысалы ретінде ТНФ альфа және азот оксид не істейді қараңыздар. Мынау бізде қан тамырымыз. Осы қан тамырды кеңейтіп жүреді екен. Яғни бізде ол жерде қан тамырларды кеңейту арқылы НО медиаторын неге атса қан тамырларды кеңейтеді, например. Ал мысалы НО қарсы
бізде осы эномедиатор жалпы вазодилатация шақырады. ТНФ альфа екеуі. Және ТНФ альфа еще гипоталамусқа барып, миға гипоталамус температура реттеу орталығына бару арқылы сол жердегі температураны көтеріп жүреді екен. Мысалы, қабыну кезінде, яғни естественно бізде температура көтеріледі, білесіздер ғой. Және осы вазодилатация болғаннан кейін жалпы қан тамыр кеңейеді, капиллярдың өткізгіштігі артады деп айтады. Капиллярдың өткізгіштігі артқаннан не болады? Қан қысымы төмендейді екен. Қан қысымы төмендегеннен кейін не болады? Көп мүшелі жеткізгіштік, былайша айтқанда. Қан қысымы төмендесе не істейді? Қан жая қалсайды ғой, қан тамырлар кеңейіп кетті ғой. Сол арқылы көп мүшелі жеткізгіштік болсын, өкпеге, жаңағы жүрекке, бүйрекке деген сияқты миға дұрыс қан бармайды деп. Вот соның кесірінен не болады? Септикалық шок болады екен. Вот бактериялар осындай эндотоксиндерді бөлу арқылы осындай шок шақырады. Вот. Және мына интерлейкен 1, интерлейкен 6 мысал ретінде біздің бауырға бару арқылы жаңағы жедел фаза белоктарын активтеп жүру екен, активтеп жүреді екен, иә. Мысал ретінде С-реактивті белокты, С-реактивті белоктың деңгейін арттырып жүреді екен мына ше. Интерлейкен 1 С-реактивті белок деп атаймыз. Оны біз анализдерден көре алады екенбіз. Иә, анализдерден көре алады екенбіз. Мысалы, С-реактивті белоктың көтерілуі анализде бұл бізде қабыну болып жатыр дегенде білдіреді. Жалпы бұл қосымша ақпарат, ал альбуминнің деңгейі төмендейді сол кезде. Себебі альбумин жасалатын амин қышқылдар С-реактивті белокты жасауға көптеп жұмсалып кетеді екен. Енді келесі бізде жалпы комплементті жүйе туралы айтатын боламыз. Бәрін сызып түсіндіретін боламыз. Дальше достар, біздер комплементті жүйе туралы айтамыз. Комплементті жүйе. Бұл комплементті жүйе қалай активтенетінін көрейік. Жалпы комплементті жүйе активтеніп, жаңа айттық қой, қалай активтенетінін, липид арқылы активтенеді. Сол активтенгеннен кейін С3, С5А, С3, С5, С3Б осылар енді ары қарай жалғастыратын болсақ, комплемент енді достар ары қарай жалғастыратын болсақ, комплементті жүйе қалай активтенетінін көрдік жаңа, иә. Енді олар қалай жабысатынын көрейік. Олар С3, С5, С3Б, С3А, С5А осылар жабысады. Осы неге бактерияға біз көрдіңіз ғой, жабысты. Енді одан кейін осы жерде біз С3А және С5А туралы айтатын боламыз осы бактерияға қатысты. Енді С3А мысалы бізде базофилдерді активтейді. С3А базофилдерді активтейді. Лейкоциттердің түрлері бар ғой. Базофилдерді активтенсе гистаминнің бөлінуі де негізі артады. Гистамин бөліну артуы кесірінен не болады? Қан тамырларда вазодилатация болады. Сол вазодилатация қан тамырларын кеңеюі, сол вазодилатация болады. И не болады? Капиллярный өткізгіштігі артып кетеді. Вазодилатация болғаннан кейін қан тамырлар кеңейіп кеткеннен кейін, одан кейін капиллярный өткізгіштігі, яғни сол капиллярда былайша айтқанда жидкость жасуша арқылы өтіп кетеді ғой. Сол жасуша арқылы өтіп кеткеннің кесірінен ісіну дамиды былайша айтқанда. Ісіну дамығаннан кейін не болады? Мысал ретінде еріндерде ісінуді айтсақ болады. Оны квейн кесігі деп айтсақ болады. Міне көрдіңіздер ғой. Бактериялар осындай жағдай туғыза алады. Одан кейін С5А комплемент жүйенің факторы активтенуі нейтрофилдерді активтейді. Яғни бұл хемотоксис шақырады. Хемотоксис яғни лейкоциттерді шақыру деген былайша айтқанда. Макрофакторды былайша айтқанда макрофактор арқылы жою арқылы солай. Мысалы нейтрофилдердің өзі фагоцитозды жаңағы бактериялардың мысалы ретінде. Одан кейін бұлар яғни лейкоциттер келсе не болады? Обязательно қабыну реакциясы басады. Сол лейкоциттер көп жерде қабыну реакциясы болып жатыр деген сөзді білдіреді. Яғни қан анализінде лейкоциттер көтерілді, яғни бұл қабыну болып жатыр қандай да бір жерде дегенді білдіреді. Қабыну реакциясы күшейеді осы нейтрофилдер активтенгенде. Енді біздерде тіндік факторлардың активтенуі бар. Бұл тіндік факторлардың активтенуі қан ұюға алып келеді былайша айтқанда. Қан ұюдың былайша бұзады былайша айтқанда. Тромбтың пайда болуына алып келеді былайша айтқанда. Тіндік фактор активтенуі тромбтың пайда болуына алып келеді. Енді біздерде бұл жай нормада бізде негізі қан ұйымау керек. Бұл кезде қан ұйып кетеді былайша айтқанда. И бұл тромбтың пайда болу әсерінен бізде жаңағы факторлардың деңгейі анализде қайтын болсақ төмендеп кетеді. И олардың төмендеп кетуінен кейін бізде адамдардың көбіне қан кетулері көп болады. Себебі қан ұймай қалады. Қан ұюының факторлары осы жерге жұмсалып кетеді тромбты түзуге. Ал былай обычно мысалы жарақат болған кезде қан тоқтамай кетуі мүмкін болады. Енді мысалы тромб қалай түзетінін қарайық. Тіндік фактор активтенгенде үшінші факторды активтейді жаңағы бактериялар. Үшінші фактор активтенгеннен кейін ол жетінші факторға
әсер етеді, және 7-ші фактормен қосылу арқылы 7-ші А факторын түзетін болып табылады. 7-ші А факторы 10-ші фактормен қосылу арқылы, осы негізі 10-ші фактормен қосылады дейді. Осы 10-ші фактормен қосылу арқылы, тінді факторын 10-ші фактормен қосылу арқылы 10А дейтін факторы активтейді. 10А факторы бізде протромбинді активтейді болып табылады. Протромбин бізде дальше тромбинді активтейді. Протромбин ол активсіз түрі. Оны протромбинді тромбинге айналдырады. Тромбин бізде фибриногенді активтейді. Яғни фибриноген не істейді? Фибринді жіпшелерін түзеу істейді. Фибрин жіпшелерін не істейді? Жаңағы сол жерде былай айтқанда фибрин жіпшелер жаба бастайды былай айтқанда. Одан кейін фибрин жіпшелері бізде тромб пайда болады. Ол тромб, яғни сол фибрин жіпшелер бар жерге енді тромбоциттер келе бастайды, тромбоциттер жабыса бастайды. Сол жерде бізде тромб пайда болады. Одан кейін бұл кезде коагуляцияның ақуыздары азайып кетеді. Сол коагуляцияның, яғни үй ақуыздары, сол мына айтып отқан ақуыздардың бәрі азайып кетеді да. Одан кейін дисциркуляцияланған тамыр ішілік коагуляция деген ауруды синдромын шақыратын болады. Яғни оны біз қысқаша ДВС синдромы да атайды. Яғни қанның ұйымауы былайша айтқанда дұрыс. Былайша айтқанда дисциркуляцияланған тамыр ішілік коагуляция деп айтады. Оны ДВС деп атаймыз. Вот. Яғни адамдарда қан дұрыс былайша айтқанда ұйымай кетеді нормада. Нормада олар активтенбеу керек. Яғни тек қана бір жерге кескен кезде активтене береді. Ал бактер просто оны активтендіріп жібереді. Бүкіл факторларда осы тромб жасауға құрт жібереді былайша айтқанда. Кейін бір жер жарақат болған кейін вообще қан ұю қиындайды. Мысалы, мұрыннан қан кетеді, например. Тағы басқа жерлерінен қан кетуі мүмкін да. Вот. Енді келесі біздер жалпы экзотоксиндерге тоқталатын боламыз. Дальше достар, біз экзотоксиндерге тоқталайық. Экзотоксиндер жалпы эндотоксиндерге қарағанда көп түр болады. Және тек эндотоксиндер біз ЛПС туралы айттық қой көбіне. Бұл жерде енді көп түрі болады да. Ол грамм 10 және грамм теріс бактерияларда да болады. Екеуінде де болады. Бұлардың типтеріне тоқталайық. Бірінші типі бар, екінші типі бар, үшінші типі бар. Бірінші типі ол супер антиген арқылы деп атайды. Супер антиген арқылы жүреді. Енді оны қалай белгілеп көрейік. Мысалы, оның бірінші типте бізде супер антиген клетка болады. То есть, антиген ұсынушы клетка болады. Антиген ұсынушы клетка оны Т клеткаға береді, таныстырады былайша айтқанда. Т клеткаға береді, мынау беру арқылы. Т клеткаға бергеннен кейін оны істейді. Т клетка бізде өзінің цитокиндерін бөле бастайды. Т клетка цитокиндерін бөлгеннен кейін істейді, қабыну реакциясы артады. Вот. Ал екінші типте бізде клеткаға прямой әсер етеді, тікелей әсер етеді. Жасанды тікелей зақым жасайды. Одан кейін мысал ретінде фосфолипидті қабатты бұзуын айтайық. Фосфолипидті қабат бұзылады, яғни мембрана бұзылады. И мембрана бұзылғаннан кейін ол жерде су, электролит алмасу тоже бұзылады. Мысал ретінде фосфолипидті қабаттың бұзылуы су, электролит алмасуының бұзылуына алып келіп тұр. Ал үшінші типте бізде белгілі бір механизм арқылы жүреді. Мысал ретінде альфа-бета токсин арқылы жүреді. Альфа-бета токсин аламыз мысал ретінде, да? Оның бізде альфа және бета субпродуктілерінен тұрады екен. Например, осы қазір бұл туралы 3 типке жалпы кішкене тоқтап кететін боламыз. И бұл көбіне негізі 3-ші тип инъекциялық жолмен инъекциялайды. И мына бірінші, екінші типке қарағанда 3-ші тип өте кең таралған болып келеді. Қазір толығымен ашатын боламыз бұл механизмдерді. Дальше достар, осы экзотоксиннің жаңа типтері болды. Сол типтерге кішкене мысал айтып кетейік. Бірінші типке мысал ретінде біз Staphylococcus aureus алсақ болады. Staphylococcus aureus. Осы ол энтеротоксин болып бөлінетін болып табылады. Ол жүзімтазды бактерия жалпы энтеротоксин бөлінетін болып табылады. И энтеротоксин бұның тіндік шок синдромына алып келеді екен жалпы. Жалпы одан кейін еще тағы бір мысал. Streptococcus pyogenes бұл эритрогендік токсин бөледі өзінен. Эритрогендік токсин арқылы ол скарлатина деген ауруды шақырады екен. Соны білеміз жалпы осы қандай ауруға шақыратынымыз токсиндер арқылы. Одан кейін екінші типке тоқталатын болсақ, бұл жерде тағы да Streptococcus pyogenes ол бізде өзінен лейкоцитин және стрептолизин деген затты бөледі екен. Екінші типке жататын. Ол лейкоцитин мысалы ретінде лейкоциттерді тесіп тастайды екен. Мысалы лейкоцит болса, мысалы нейтрофил, жаңағындай макрофаг, моноцит бәрін тесіп тастайды екен былайша айтқанда. Эозинофил, базофил бәрін тесіп тастайды екен. И олар қызмет атқара алмай қалады да,
былайша айтқанда лейкоциттер қызметін атқара алмай қалады, олар өлмей қалады былайша айтқанда. Вот. Одан кейін стрептолизин ол өзінен ол қызметті жасуша мембранасының реструктивті әсерін тудырады екен. Осыны білсек болады. Реструктивті әсер тудырады. Одан кейін үшінші типке тоқталатын болсақ, үшінші типте бізде мысал ретінде дифтерияны алсақ, дифтерия токсинін бөледі екен өзінен. Ал шигелланы алсақ, ол өзіне шугар, яғни қан токсинін бөледі екен. Пішіндерін кішкене келтіріп салып қойдым. Одан кейін эколи бактериясы, енді ішек таяқшасы, ол қантқа ұқсас токсин бөледі екен өзінен. Сол арқылы ағзаны олай былайша айтқанда. Виброн холера, яғни холера виброны, ол өзінен холера токсин бөледі. Ол енді көбіне ішетуді туғызады екен холера токсині. Одан кейін бацилл антрацит, ол көкжиттілі токсин бөледі өзінен. Одан кейін барделла пертузис болу керек, қателеспесем, барделла пертузис ол көкжиттел токсинін бөледі екен өзінен. Одан кейін клостридиум титаний бар. Ол клостридиум титаний өзінен нейротоксикалық токсиннің бірін бөледі. Бұл бізде тетаноспазмин деп атады. Тетаноспазмин бөледі екен. Одан кейін клостридиум ботулизм бар. Ол өзінен енді ботулизм токсинін бөледі екен. Енді осы үш типке қазір мен жалпы механизмдерін түсіндіріп шығатын боламын. Механизмдерді қарайық. Енді жаңағы бірінші типті экзотоксиндерді қалай болатынын қарайық. Бізде айтқан стафилок ауреус бар, иә? Ол тіндік шок синдром бөлетін жалпы фактор бар, иә? Сол тіндік шок синдром шақыратын фактор бар. И бұл супер антигендік әсер арқылы жұмыс істейтін болып табылады. Енді бұның қалай әсер ететінін қарайық жалпы. Бағана айттық қой. Ол жерде супер антиген байланыстырушы клетка және де Т клетка бар. Олар бір-бірімен байланысады былайша айтқанда. И олар беріп байланысады да, супер антиген байланыстырушы клетка Т клеткамен беріп байланысады. И Т клеткадан бізде интерлейкин 1, интерлейкин 6, ТНФ альфа, интерферон 8, мысалы интерлейкин 1 және ТНФ альфа мысалы гипоталамусқа барады да, гипоталамустағы терморегуляция орталығына бару арқылы бұл жерде простагландиндер бөлінуін арттырады да, простагландиндер бөлінеді, простагландиндер температураны көтеріп жүретін болып табылады былайша айтқанда. Енді бұлар қалай әсер ететінін қарайық бағзамызға. Бұл температураның қатты көтерілуі жалпы бізде теріміздегі қабыну тудыруы мүмкін. Яғни жылу, терінің шамадан тыс жылу қабынуды туғызады былайша айтқанда. Жылу терінің қабынуын туғызады. Шамадан тыс жылу. Мысалы ретінде бөлікпен алсақ болады. Одан кейін ол жаңағы бізде бөлінген факторлар бар ғой, интерлейкин 1, интерлейкин 6, ТНФ альфа, интерферон 8 деген сияқты. Олар бізде вазодилатация шақырады қан тамырларда. Вазодилатация қан тамырдың кеңейіп кетуі, мысалы былай және былай кеңейіп кету, да? Былай кеңейіп кету. Одан кейін вазодилатация, олар вазодилатация болғаннан капиллярның өткізгіштігі артады былайша айтқанда. И дальше гипотензия болады. Яғни қан тамыр кеңейіп кетті ғой. Қан тамыр кеңейгеннен қанның ағуы да баяулайды, содан бізде гипотензия болады. Яғни қан қысымының төмендеуі болады екен. Жалпы бұл механизм осындай. Температура шақырады, бөлпе шақырады, қан тамырлардың кеңеюін шақырады екен. Жалпы осындай. Жалпы түсінікті деген ойдамын. Енді келесі екінші типке өтетін боламыз. Достар, дальше бізде екінші типтің механизмі. Бұл жерде мен мысал ретінде Clostridium perfringens бактериясын алдым. Бұл енді бұл бактерия жаралып Достар, бізде дальше екінші тип. Бұл мысалда мен Clostridium perfringens мысалын алдым. Бактерияны, бұл граммон бактерия болып табылады. Жалпы бұл жара арқылы енетін бактерия болып табылады. И бұл жараға енгесін, мына тері ғой. Осы теріге жараға енеді, мысалы жара деп алайық. Осы жараға енеді да, өзінің токсиндерін бөле алады, жараға ене алғасын. Мысалы альфа токсинін бөлді, альфа токсин дальше рецепторға отырады, рецепторға барғасын фосфолипаза Аны белсендіреді, фосфолипаза А деген ферментті белсендіретін болып тұрады. Міне мынау альфа токсиніміз, міне көріп тұрғандай мен сызып механизм көрсетіп қойдым. Альфа токсинім міне, альфа токсинім мына жақта рецепторға отырады, клетка рецепторына, бұл жалпы бұлшық клеткасы деп алайық. И бұл рецепторға отырады, и бұл жерде фосфолипаза А осы альфа токсин фосфолипаза А-ны активтеледі осы рецептор арқылы. Фосфолипаза А-мыз фосфолипаза А2-ге айналатын болып тұрады. Фосфолипаза А, фосфолипаза А2-ні активтейді. Фосфолипаза А2 диацилглицерол мен инозотил трифосфат активтейді болады. Бұл жерде бізде диацилглицерол маңыздырақ болып табылады.
Диацилглицерол бізде не істейді? Диацилглицерол протеинкиназа С деген фермент активтейтін болып табылады. Протеинкиназа С бізде ДНК-ға әсер ететін болып табылады. ДНК-дағы бізде не жазбайды, протеинкиназа С киназа С геніне әсер етеді. Киназа С геніне әсер еткеннен кейін интерлейкин 8 және ROS факторлары бөліне яғни бұл ROS дегеніміз ағылшынша аталған негізі бұл бос радикалдар деп аталаймыз. Қазақша айтқанда бос радикалдар ROS. И интерлейкин 8 ROS бөлінеді. Бұлар не істейді? Қантамыр жаңағы нейтрофилдердің келуін артады. Нейтрофилдер келе бастайды. И мембрананы зақымдап тастайды болып табылады. Әне бұның әсері енді ROS қой, енді бос радикалдар по-любому. Мысалы бір клетка болса, ол сол клеткадағы бір белокты, көмірсуды, басқа да керек бір ол бос электрон болса, бір электронды өзіне қосып алу арқылы баршада клетканы бүлдіреді. Стенкасын бұзады десек болады баршада. Бір кірпішін ұрлап кетеді деген сияқты ғой. Фосфолипаза А2 дальше енді мембрана болса, мына жерде мембрана. Сол мембрана зақымдау, мембрана ыдыраған кезде бізде арахидон қышқылына айналады. Арахидон қышқылы бізде дальше тромбоксан А2-ны активтейді. Тромбоксан А2 бізде вазоконстрикция шақыратын болып тұрады. Вазоконстрикция дегеніміз бұл жалпы қантамырдың тарылуы болып табады. Былай тарып қалу, вазодилатация бағана кеңею дедік қой. Ал вазоконстрикция қантамырдың тарылуы осылай. И қантамыр тарылғаннан кейін бізде оттегінің былайша келуі негізі азаяды. Оттегі келу азаю бізде АТФ-тің төмендеуіне алып келеді екен. Осындай механизмі бар екен жалпы. Яғни бұл теріні зақымдау арқылы өзінің бос радикалдарын бөліп тұр, интерлейкин 8-ді бөліп тұр. Бос радикалдар ағзада көбейсін етеді, ағзаны улайды былайша айтқанда. Қан тамырларды бұзады, клетканы өлтіреді былайша айтқанда. Ол жерде тромбтар да түзу мүмкін, мысалы қан тамырлардың клеткалар, стенкаларын бұзса, мысалы ол жер былайша қанайды, ол қанағаннан кейін ол жерде тромбтар образуется. И тромб бізде мысалы миға түссе инсульт шақыруы мүмкін, например. Одан кейін жүрекке түссе, мысалы ояқты коронарлы артериялар бітеу арқылы инфаркт шақыруы да мүмкін. Жалпы осы екінші типтің механизмі болады. Клостридиум префинжес арқылы алған болатын. Енді келесі біздер үшінші типтің механизмі тоқталатын боламыз. Ол жерде мен холера виброн туралы айтатын боламын. Достар, бізде үшінші тип механизмін қарастырайық. Енді ол бізде холера виброн холера. Жалпы бұл тұрысқақ виброн деп аталады қазақша айтқанда. Яғни бұл негізгі шақыратын ауру жалпы сулы диарея шақыратын болып табылады. Енді сол сулы диареяны қалай шақыратын қарайық. Оның негізгі шақыратын токсині холера токсин деп аталады. Мына бізде холера виброна үтір тәрізді бактерия деп атайды. Үтір тәрізді пішіні. Холера токсині асқазан ішек жолына әсер етеді. Міне көріп тұр ғой, сурет соған әсер етеді асқазан ішек жолына. Холера токсинінің бізде альфа бірлігі болады, не көріп тұрғаныңыздай, және бета бірлігі болады. Енді бұл бірліктердің маңызы не? Бізде мына бета бірлігі альфа бірлігінің алдында орналасады да, и мына рецепторға байланысқан кезде, мына ішек клеткасында, мысалы асқазан ішек жолындағы клеткаға байланысқанда, рецепторға байланысқанда, мына бета клетка бүйтіп байланысады мына жерге. И мысалы бізде бета клеткасы байланысады да, байланысады да, мына жасылды, альфа бірлікті ішке қарай кіргізіп жүреді. Көрді ғой альфа бірлік. Енді альфа бірлік не істейтін қараңыздар. Альфа бірлік бізде былайша айтқанда G-блокты активтейді. Рецептор байланысқаннан кейін G-блокты активтейді. G-блок не істейді бізде? Альфа бірлік ГТФ-ка әсер ету арқылы G-блок негізі активтейді. G-блок бізде аденоциклазаны активтейді. Аденоциклаза АТФ-ті өзіне қосу арқылы ЦАМОФ-қа айналады, циклдік АМФ-қа айналады. Енді циклдік АМФ не істейтін қараңыздар. Протеин киназа А-ны активтейтін болды, циклдік АМФ. Протеин киназа А бізде мына хлор иондардың каналын ашып жібереді былайша айтқанда. Яғни бұл жерде хлоридті каналдардың фосфорларын арттырып жүреді да, хлорлар сыртқа шығып кетеді. Яғни клеткадан шығып кетеді да сыртқа қарай. И сумен қосылу арқылы міне ішек қуысына төгіледі. Мына фосфорлар отыр ғой, каналдар ашып жүреді, фосфорларының каналдар ашылып кетті. И оның ішіне хлорда шығады не? Хлорда шыға береді клеткадан. И ол жердегі сырттағы ішек қуысына сумен қосылады да міне. H2O. Сумен қосылу арқылы ішек қуысына төгіледі. Ішек қуысына төгілгеннен кейін ол жерде сулы диарея шақырады екен. Осындай механизм. Бізде жалпы тақырып аяқталды.
бактерияның эндотоксиніне, экзотоксиніне, оның механизмдеріне тоқталған болатынбыз. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз, арнаға тіркелеміз және комментарий жазуды ұмытпаймыз. Қош сау болыңыздар.